Қалайсыздар? Бүгін мен өзімнің жалпы сауда жасайтын күнімді қалай бастаймын және қандай жоспар құрамын, соны қысқаша түсіндіріп өтпекшімін. Алғашқы мен графикке кірместен бұрын, жалпы анализ жасамастан бұрын, бірінші экономикалық календарды қарап, сол жақта анализ жасап аламын. Яғни сол күні баға қалай қозғалуы мүмкін, қандай маңызды жаңалықтар бар, нарыққа қандай олардың әсері болуы мүмкін, соны бақылап, талдап, сосын барып қана графикке кіремін. Мысалы, экономикалық календарда бізде осы аптада тек қана бір күнде қызыл папкалы, яғни қызыл жұлдызды ең маңызды жаңалықтар шығатын күн бар екен. Ал қалған күндерде жаңалықтар жоқ, немесе нарыққа қатты әсер етпейтін жаңалықтар ғана шығады. Маған тек керек маңыздысы ол осы қызыл папкалы жаңалықтар. Мен тек осыларға қарап, сол күндері сауда жасаудан жалпы аулақ болам, немесе содан кейін барып қана сауда жасаймын. Егер сіз осы экономикалық календарды толық анализ жасап, осы бойынша қалай жұмыс жасау керек екенін білгіңіз келсе, менің ақылы курсыма жазылсаңыз болады. Мен ол жақта осы туралы да үйретемін. Талдау жасау, қалай талдау жасаймыз және қандай жаңалықтарда кезінде қалай әрекет етеміз, соны түсіндірем. Бізге керек енді тек қана осы 25 күні, яғни жұма күнгі, бірақ бұл күні бізде нарық ешқандай жаңалықсыз, сондықтан алаңсыз сауда жасай беруге болады. Енді айтып өткенімдей, мен 3 таймфрейм арқылы сауда жасаймын. Біріншісі ұзақ мерзімді, екіншісі орта мерзімді, үшіншісі қысқа мерзімді. Ұзақ мерзімді таймфреймде мен контекстті іздеймін және баға келесі күні қандай қозғалыс жасауы мүмкін, соны қараймын. Бірінші күн, яғни дүйсенбі күнінен бастап қарайтын болсақ, бізде баға өсу фазасында, яғни импульспен қозғалып келе жатыр. Және әрқашан бізде объемный свечаларды көруге болады. Бейсенбі күнгі қозғалысқа қарайтын болсақ, бізде ондай объемный свечаны көріп отырған жоқпыз, және осындай свечалардың максимумына закреп жасамаған. Мыналарға қарайтын болсақ, бізде баға өзінің алдындағы свечаға закреп жасаған, сондықтан келесі свеча бізде мүмкін осындай бычий жасыл свеча, объемный свеча болуы мүмкін, осындай. Ал келесі, яғни бейсенбі күнгі қозғалысты қарайтын болсақ, бізде осы максимумнан баға аса алмаған және разворот жасап жатқанын көріп отырмыз. Сонымен қатар осы жақта бізде 2 күннің минимум мен астыңғы жақта имбаланс бар. Біз осыны белгілейміз. Бұл біздің мақсатты уровендер, яғни. Және мына аймақта бізде имбаланс бар. Енді келесі таймфрейм бізде ол орта мерзім таймфрейм. Ол жақта біз структураға қараймыз және сессияға мән береміз. 1 сағаттық таймфреймде біз нені байқап тұрмыз? Баға кешегі күннің максимумнан асып, бірақ закреп жасай алмаған, яғни мына аймақта бізде свип болған, кейін бағаның ары қарай төмендеп бара жатқанын көріп отырмыз. Бұл осы жақтағы оңай шешілетін ликвидностьтерге қарай бара жатқанын көрсетеді бағаның. Сонымен қатар мына аймақта бізде имбаланс болған және ол зонаға баға реакция алып, бірақ осы максимумнан аса алмай төменге қарай кетіп бара жатқанын көріп тұрмыз. Мына жерде енді бізде осы аймақта шамамен келесі күн басталады және бізге шамамен Лондон сессиясында немесе Нью-Йорк сессиясында позиция іздеп, яғни сделкаға кіруге болады. Сол уақыт аралықтарын белгілеп қояйық. Мысалға, Лондон сессиясы шамамен 11-лерде басталады, ал оның кило зонасы 12 және 15 аралығында. Сол кезде баға разворот жасайды. Мінекей бізде Лондон сессиясы шамамен басталды және мына аймаққа мән беретін болсақ, бізде баға дәл осы жердегі инверсия бар екен, мына жерде және қосымша имбаланс бар екен. Тест жасалмай қалған. Баға бірінші мына имбалансқа тест жасап, бірақ үстіңгі жақта бізде премиум зонасында қалып қойды, тағы да бір имбаланс. Сондықтан қайтадан келіп осы имбалансқа тест жасап, қосымша осы тұрған максимумға свип жасаған көріп отырмыз. Яғни бізде order flow басталып жатқанын көріп тұрмыз, яғни баға өзінің артындағы ликвидностьтерін шешіп келе жатыр. Және бірінші бізде бағаның разворот жасайын деп жатқанын көрсетіп тұрған ол осы свеча,
яғни бізде сатушылар бағаны төменге қарай итеріп жатыр, және мына жерде бычий свеча болса да сатушылардың басым екенін көруге болады. Сонымен қатар осы максимумға свип жасады, имбалансқа тест жасады. Ары қарай қысқа мерзімді таймфреймге кіреміз, және бұл оқиға бізде Лондон сессиясында болып жатыр. Яғни барлық біздің талаптарымызға сай келіп тұр. Енді 60 минут бізде орта мерзімді таймфрейм болса, келесі ол қысқа мерзімді таймфрейм, ол 5 минуттық таймфрейм болады. 5 минутқа кіреміз. Және бұл жақта бізге керек нәрсе, бұл енді тағы да бір конфирм, яғни растау керек подтверждение, соны күтеміз. Және біздің мақсат зоналар ол осы sell side liquidity және осы имбаланс. Ары қарай бізде баға жерде девиацияға, шамамен осы жердегі девиациялық қозғалыстан реакция алып жатыр. Неке мынаны телосынан бастап белгілесек, дәл осы жерден белгілесек, бізде мына зонада девиациялық қозғалыс бар. Осыны пой зона ретінде алсақ болады. Яғни мына жерден бізде баға манипуляция жасап, кейін ішке өте жылдам қозғалыс жасаған болатын. Және соңғы девиациядан біз шорт позицияға кірсек болады. Лимитный ордерімізді осы жерге, стопты осы максимумға қоямыз, немесе сәл асырып қоямыз. Ал take профитіміз өзіңізге қалауыңыз бойынша 2 RR немесе осы зонаға дейін sell side liquidity, немесе осы екінші sell side liquidity дейін қойсаңыз болады. Бұл жерде біз структураның растауын алған жоқпыз, яғни структура бізде өзгерген жоқ әлі. Бірақ осылай девиациялық қозғалыс арқылы, яғни бокс сетап арқылы позицияға кірсек болады. Ал егер подтверждение алып барып кірем десеңіз, онда бағаның осы минимумнан немесе осы минимумнан асып барып жабылғанын күтуіңіз керек. Неке бізде баға дәл осы минимумнан асып барып жабылды, және осы жерден имбалансты көріп отырмыз. Структураның өзгерген аймағы, немесе order flow, mitigation блок деп айтсақ та болады мына аймақта бізде. Енді пой зоналар өте көп толып жатыр. Өзіңіз қалаған жерден кірсеңіз болады. Ал take profitті 2 RR немесе дәл осы уровеньге қоямыз. Ары қарай бағаның отработкасын күтеміз. Мінеки, бізде баға take profitімізге жетті, және 2 позиция ашуға мүмкіндігіміз болды. Біріншісі агрессив түрде, екіншісі конфирм алып, яғни растау алғаннан кейін орындалды. Егер дәл осындай позицияға кіруді үйренгіңіз келсе, онда мен ақылы курсыма жазылсаңыз болады. Ол жақта бұдан да көп ақпараттар, бұдан да көп практикалық сабақтар болады. Дәл осындай бэктест сабақтарды сол жаққа жиі шығарып тұрамын. Және сіздің әрбір сұрақтарыңызға жауап беріп, өзім қолдау білдіріп көмектесіп отырамын. Егер курсқа жазылғыңыз келсе, төмендегі сипаттамада өзімнің аккаунтымды қалдырам, маған байланысқа шығып, толық ақпаратты біле аласыз. Видео ұнаса лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, және төменге өздеріңіздің қолдауларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.